Ассалаумағалейкум, тағы да мынау таксистерден налог дегенге мен жаман ішім күйіп жатыр да, қаным қарайып жатыр. Мынау еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі айналайын. Таксистерде нең бар? 500 мың табады дейді. Қаяқтың 500 мыңа? 500 мың теңге түгіл 100 мың теңге де таппайды. Күнін өзі әрең көріп жүрген. Мынау мен оқыдым мынау неде? Еңбек KZ бизнес бастау дейді, бизнес бастау бойынша оқыдым. Сөйтіп оқып, сертификат алдым. Сөйтіп өткенде грантқа тапсырдым енді. Жұмыссызбыз біз. Еш жерде тіркелмегенбіз. Өз күнімді өзім көрейін, қайтарымсыз. Жаңа не алайын, грант жеңіп алайын, миллион бірдеңке береді екен. Үйде кіші құс фирмасын ашамын деп. Отказ жасады маған, отказ жасады. Аны жерде енді адам көп, барлығы табақтарымен кеп тұр, біреуі жаңа жеміс жидек істейтіндер, жеміс жидегімен ою өрнек тігетін, анау андай енді тамақ, аспазшы болатындар, аспазшы тамақтарын әкеп жатыр да. Келіншегім айтқан еді маған, бір гриль апарсай, бір екі гриль апарсай деп. Гриль апармаған ем. Білмеймін, өткізбей қойды. Гриль апаруым керек еді негізімен. Өткізбей қойды мына еңбек KZ, мынау жұмыспен қамту. Сонымен жұмыссызбыз, қазір таксовать етеміз, бірақ дегенмен де 500 мың табады деген бар ғой анау. Халықты әлеуметтік жаңа министрлік еңбек KZ, ана бір ханым бар екен ғой, ханым. Сізге айтарым, таксистерде нең бар? Таксистерде нең бар, айналайын ау. Келіп көр, Түркістанға келіңіз. Алып жүрейін, қасымда жүріңіз. 500 мың теңге табады. 500 мың теңге тапсам, осында нексеймін жүремін ба мен? Өзім кеше орыстан қазаққа әрең аударып алдым. Алматыны жағалап, Шымкентті жағалап, стройка істеп кеттік. Одан үйдегі мынау бір аппараттарым сатып, музыкальный сөйтіп оформить еттік. Мен сияқты қаншама адам бар әлі. Өзінің атына 200 мың теңге, 216 мың теңге таба алмай жүрген. Өзінің атына оформить етуге ақша таба алмай жүрген. Енді келіп таксистерге налог деп. Индрайверге төлейтіні бар, регионға төлейтіні бар. Сәл бір ойланып, жұмыс істеуге болмайды, бір жаңалық шығардым да ойлап жатсың ба? Иә, шығардым.